Бай баласын бермек болады, кемпір оны қоя береді. Кемпір, баланы қай жерде бересің, дейді. Сонда бай, ертең көшемін. Баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетемін. Сен сол сақаның жанында отырарсың, дейді. Сонымен бай кетіп қалады. Ертеңде ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнамақ болған бала сақасын жоқтап жылайды. Сонда әкесі: Ескі ауылда сақаңды ұмытып кеттің. Барып әкел. Қай атқа мінейін? Жылқышыдан сұра. Қай ат саған қараса, соған мін. Сәлеметсің бе, кішкентайым? Кеттік, алға. Саламатсыз ба, апа? Бұл не ер тоқым? О, балам, бұл ескі ер тоқым. Біздің отбасының мұрасы. Шеше, анау жатқан сақамды беріңізші. Қартайып отырсам, тұра алмаймын. Мен тым кішкентаймын. Егер мен түсіп қалсам, қайта міне алмаймын. О, мынау алтын сақа ғой. Алға, тұлпарым, тоқта, әтпесі ұстап аламын. Міне, саған, тоқта, ат! Бала атының үстінен секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Кемпір тағы бір тісін жұлып алып, бәйтеректің түбін қаза бастайды. Сен ұйықтап демал, мен сенің орныңа қаза берейін. Түн, кемпір бәйтеректің түбінде түлкіге сеніп ұйықтап жатады. Ал түлкі болса қашып кетеді. Таң, кемпір оянады. Түлкі жоқ. Ашуланып аузын ашса, бірақ тісі қалған. Сол тісімен бәйтеректі қаза бастайды. Жер шайқалып, кемпір құлауға жақындайды.